Атырау облысы Махамбет ауданында жайықтың жағасында туып өскен егіз қыздар Әмина мен Сәбила неге екені белгісіз алтын шаш, қара шаш деп аталып кетеді. Сәбила мектеп қабырғасынан көркем өнерпаздар үйірмесінен өнерге қадам басады. Үйдің кенжесі болғандықтан еркелеп өскен Сәбилаға әжесі көз тимесін деп кекіл қойып тұлым қалдырады. 1952 жылы ауылға Шара Жиенқұлова келіп, қонақтарға өнер көрсеткен кішкентай Сәбилаға ынтасы ауып, Алматыға баруын сұрайды. Бірақ әжесі рұқсат бермейді. Сол кезде кішкентайынан би мен спортқа жақын ерке қыз болашақ актриса екенін білдім екен. Сағидаш деген құдашасының өнеріне тамсанып, облыстық драма театрына орналасып, Назым Хикметтің елеусіз қалған есіл ерде тоқалын, ақсақал аң-таңда күнсұлуды, тағы басқа ер балалардың рөлдерін ойнап, кешкі мектеп қабырғасын аяқтайды. Театр актрисасы Шаймангүлдің Алматыға барып оқы деген сөзін желеу тұтып, 1969 жылы қыс мезгілінде Арман қала Алматыға келеді. Бір айдай вокзалда қонып, жұмыс іздеп, әрбір автобусқа мініп, қала көшелерін жаттай бастайды. Бірде театр десе жүрегі ерекше соғатын болашақ актриса 28-ші Панфиловшылар паркінде орналасқан Қуыршақ театр деген ғимаратқа жұмыс іздеп келеді. Театр директоры Зұлхайыр Байсейітов, режиссер Павел Потарока Сәбила Әбуеваның жарты ғасырлық театрдағы өнерінің себепкері болды. Алғаш театрда кассир болып, содан кейін бутафор цехында жұмыс істеп жүріп, Қуыршақ кейіпкерлерінің барлық қимылын, жасалу техникасымен танысып, оларды қатты жақсы көреді. Спектакль аяқталғанда әртістер қуыршақтарды тапсырып кеткен соң, арнайы актерлық оқуды оқымаса да, кешкісін қуыршақтарды алып, әртүрлі дауысқа салып, қарауылдарға концерт қойып беріп жүрген қызметші Сәбиланы бір күні режиссер Павел Потарока көріп қалып, әртістер қызметіне ауыстырады. Бірде актрисалардың біреуі жұмыстан кеткен соң, орнына рөлге адам іздеп, Қарашаш бәрін білет деп сахнаға шығарып жібереді. Ең алғашқы ойнаған спектаклі Жомартпен болған оқиға. Жомартты сомдайды. Міне содан бері жарты ғасыр жансызға жан бітіріп, адамға тән қимыл әрекеттің бәрін Қуыршағына беріп келеді. Оның ішінде тросты, штыревой, петрушка, марионетка, бойлы қуыршақтар да бар. Арасында Талғарда марионеткалы театрда қызметте жасады. Халық әртістері Сұлтанғали Шүкіров пен Сара Қабиғожинаның шақыртуымен театр есігін екінші рет ашады. Қазақстанның еңбек сіңірген актрисасы Сәбила Әбуеваның бүгінде 75 жасқа келіп алдарыңызда әдемі тұрғандығының өзі осы өнерді сүйгендіктен. Кішкентай көрермендерге өзінің махаббатын сыйлауы актрисаның бала жүрегінің үлкен құдіреттілігі. Ендеше, бүгінгі мерейтой иесі Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Әбуева Сәбила анамызды қарсы алыңыздар.
Обжым. Несін Жақсылай бұл өмірде анаң бар. Сен ойлаумен көзіңмен күн түндегі. Апашан, сен аман бол. Бүгінгі мерекесі өтіп жатқан Сәбила Абуева анамызға деген дуал қошеметтеріңіз болсын.
Менің дереу тойым ғой енді абай. Қойыңыз ондай. Е? Біз ояқ жақта биден сіздеп жатырмыз. Не дейді? Иә. Отыр. Не той ба? Қазір. Түсінбей қалдым, абай не істеді? Жандарым, рахмет көп. Қыздар. Айда, стоп! Братырмын, қазір міне. Қашқа? Ау.
однажды к нам домой приехала Кудаги, жена паскуды. Hanımlar ben mırzalar, karşı alınızlar, заслуженная, почетная Кудаги, Шугеринского района, Бибигуль Апай. Наша Кудаги, Бибигуль Апай, была 10-кратной чемпионкой среди всех киленок области. Ее авторитет не вызывал ни у кого сомнения. Это был своего рода экзамен, который я блестяще с треском провалила. Салимбиру я сдала на 3. Чайкую было тоже не ахти. Целых 4 непозволительных миллиметра. Мясо ей тоже, по всей видимости, не понравилось. Келіндеріңіз. Честно говоря, я ни капельки не расстроилась, так как теперь я не была пленницей в нашем доме. Қайреке, мерейтойың құтты болсын. Құтты болсын. Ғұмырың ұзақ болсын. Өткенде келіп кеткеннен кейін мен қатты ойландым. Облыстық келіндер сайысына Қарлығаштың барғаны дұрыс болады деп шештім. Алтыншаш, сен ренжіме айналайын. Қарлығаш, сен Сабинаға рахмет айт. Себебі ол сені көрсін деп мені шақыртты. Мыңда бір рахмет. Жатыр едім көк алда, пішін шауалай, ат көйлегім сұлбадай, жаңбыр жауалай, ауылым сенің іргелі, шай көйлегің бүрмелі, айтарыңды айтып қал, отырмын ғой жүргелі. Амансыз ба, апа? Қалыңыз қалай? Денсаулығыңыз жақсы ма, апа? Қалайсың? Жақсы. Енді не істеймін? Ой-ой. Ертең қалаға барғалы жатқанмын. Жұмыс іздеуге. Ол жақта бір үлкен дүкен ашылыпты. Ішінде кинотеатр, мұз айдыны бәрі бар екен. Бірақ киіп баратын көйлегім жоқ. Не істесем екен, Сәулеш? Мен енді күйген жерін қысқартып тігіп берейін. Құрсын, тыртиып қалады ғой. Басқа бір амалын тапшы, Сәулеш. Әлібек тамағын ішті ме? Иә, апа. Үйде болды ма өзі? Иә, жарты сағат болды кеткеніне. Кешкісін нешет. Үйде келінім бар да. Өзім тамақ пісіріп жүрем бе? Ту, апа, кешке дейін уақыт бар емес пе? Қойыңызшы сонша. Иә, уақыт бар. Жастардың бәрі солай дейді. Түлен түртті ма?
амансыз ба апа? Амансың ба айналайын, жолың болсын. Осы үйде адамдар қайда? Білмедім. Біздің көшіп келгенімізге 2-ақ жыл болды. Бір білсе ауыл советі білетін шығар, әне өзі де келе жатыр. Қалайсыз апа? Шүкір. Сәлеметсіз бе жоқ? Ойбой, апай. Отырыңыз. Ойбай. Кешеден бері аяғым сыздап ауырып жүр. Ойбой, құдайым-ай. Сіз уайымдамаңызшы. Бәрін өзім жуып тазалап қоям. Жоқ, өзім жуам. Кішкене дем алып алайын. Жоқ, ештеңе етпейді. Қызым, өзің көңілсің ғой. Апай, менің жақсы жаңалығым бар. Жақсы жаңалығымен бөліспейсің бе? Мен сізбен кейін бөлсем. Дұрыс, кейін бөлсең, әйтеуір жақсылық болсын. Рахмет. Әй, бер әкел. Өзім істеймін. Сен ана өзінің ісін істей бер. Ойбай, бір көріп қалса, тағы жұмыстан шығарып жіберер мені. Аллай. Ойбой. Құдайым-ай, Алла. Ойбай. Болды енді отырыңызшы. Өзім істей берем. Ешкім көріп қалмаса жақсы болар еді. Аллай. Сеніп қалдық саған. Мына әкіммен қосылып сен 5 тиынға сатып алған шығарсың мүмкін. Ана колхоздың бұрынғы жерінші. Ой, несие алғыш. Қарашай бұны. Саған не болды? Мал сенің жерінде емес, менің ата-бабамның жерінде жайылып жүр. Айттым болды. Түсіндің бе? Мен ол жерді сатып алдым деп тұрмын, сатып алған менің жерім. Менің ата-бабамның жері деп тұрын ғой саған. Мен айттым ғой, сатып алған жерім. Сізден біреу шемішке сатып алса, шемішке қайтара маған бір деп айтпайсыз. Менің сатып жүрген шемішкімнен жұмысың болмасын. Байқап тұрған шығарсыздар. Алғашқыда емес, қазір кішкене жақсы орнына келе жатырмыз. Сондықтан осылай күнделікті өз уақытына келіп дайындалып жүрсеңіздер, мынау аудан көлемі емес, облыс көлемі емес, тіпті республика көлемінде танымал боласыз. Ал ендеше болды, тыныштық сақтаймыз. Бірінші Алма бастайды. Қайырмасына келгенде 2 дауыста. Жігіттер 2 дауысты ұмытпаңыздар. Сондықтан бәріміз бір-бірімізді мұқият тыңдаймыз. Алма, кеттік. Айналайын қарағым, қал жақсым аяқым, сала берме көзіңді-ау, әр жақсыға қараулым-ай. Сала берсең көзіңді-ау, әр жақсыға аяқым, бәрі жақсы көрінер, алғашқыда қараулым-ай. Жүгіріп шықтым белеске, белес жақын емес пе, осы отырған отырыс бір ғанибет емес пе, ай. Есік алды қоғалай, әркім көңілі жоғарай, асабайлық келгелек, денсау болса болған ай.
Мус, начнем египетский пирамид. Павлова Ивановна, эй, срей, трей. Павлова Ивановна, так дело не пойдет. Еще раз. Так, эй, срей, трей. Хорошо, хорошо. Павлова Ивановна, хорошо. Молодец. Так. Бұлар менің балаларым ғой. Жанымда жүргеннен кейін еркелеймін де. Ал менің жастық шағымдағы әріптестерімнің бірі осында отыр. Бір өкінішке орай ортамызда жоқ. Оларды да еске алып, сағынамын. Жолында
жазғы бақта саулайды жапырақта өзіңіріп соңғы рет бір жыр етіп жайнап тұрған кешегі көк ескіріп қара суық хабары тұр естіліп қаздар ұшып барады оралмайды қанатына көктемді ілестіріп қаздар ұшып барады оралмайды қанатына көктемді ілестіріп Қайырлы күн, құрметті достар. Бүгін біз Жеңіл шаңырақ Алматы мемлекеттік қуыршақ театрының сахнасында. Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін біз Алматы мемлекеттік қуыршақ театрының киелі сахнасындамыз. Бүгін өздеріңіз көріп тұрғандай, Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Абуева Сәбила анамыз 75 жаста. Ендеше өзімен ол кісімен тілдесейік. Сәлеметсіз бе, құрметті Сәбила анамыз? Мерекеңіз құтты болсын. Біз арнайы сіздерге тілші болып келіп жатқан жайымыз бар. Бір-екі сауалым бар, соған жауап берсеңіз. Бақыттысыз ба? Өте бақыттымын. Бақыттым. Бәрекелді. Сіз жайлы біраз ақпараттардың байқап қалдық. Сіз 75 жасқа келсеңіз де дене қыздырмай шпагатқа отыра салады деген мәлімет бар. Жоқ, қазір керек емес. 75 жас қалай екен? Тамаша. Неге десеңіз, мен осындай зәулім үйде тұрып жатсам, қасымдағы жақсы әріптестерім мені қолдап отырса, басшылар қолдап отырса, мен неге жаман тұрамын? Бәрекелді. Өте бақытты адаммын. Бәрекелді. Ендеше біздің арнаның атынан сізге шығармашылық табыстар тілейміз. 75 жасқа келсеңізде әрдайым өз өнеріңізді көрерменге және кішкентай бүлдіршіндерге паш етіп жүре беріңіз. Сонымен достар, біз ары қарай хабарды жалғастырамыз. Сіздермен бірге болған мәдениет арнасы сіздермен қоштаспаймыз. Жастайымнан өнердің жүгін алып, ансамбльде келедім мұң бұралып. Алдыменен Ақжайықта биші болдым, Атырау театрынан тәлім алып. Атырауда өнерімді жандандырып, Алматыға аттандым арман қуып. Содан бері 55 жыл қуыршақ ойнап, келемін көрерменді таңдандырып. Сондадым жалмауызды мыстанды да, жолбарыс деп түлкіні тышқанды да, жан-жануар біткенің дауысын салып, ойнадым елін тауып құстарды да. Ұлы көшке бас болып міне келдім, 75-тің желмаясын мініп алып. Абзал
қанша сейіп кетсек те баршамызда ағамыз. Ол мен қыздың аяулысы Қаршапа, театрдың анасы Қаршапа. Басталғанда дайындық, стол қоятын Қаршапа. Қыздың аяқ денесін 75-ке келсе де шпагатқа маңқ етпей отыратын Қаршапа. Тәліптеп көзбен ататын. Иногда ашуланса, шәріпке басатын. Ренжітіп алса, аманымызды алмайтын. Кешірім сұрап барғанда, ең жылы сөзі аман болшы Қаршапай. Бөлектетпей ешкімді құшағын ең ашатын. Қуыршақтың төрт-түрінен шемішкедей шашатын. Сен. Әде сен. Сенден. Мұңайсаңдар мұңайып, қуансаңдар қуанатын. Балаша, менің сырғыла жыным-ай. Жастайынан театрды, өнер жолын таңдаған. Фоторовка мен біздердің арамызды жалғаған. Өмірі мен өнерін ел жұртына арнаған. Зейнет жасқа келсе де жақсы көретін жұмысынан бір сәтке де қалмаған. Қаршапа! Алға қарай басыңыз. Жүзден фуқ етіп асыңыз. Кем салмаған бәріңіз. Ақ көңіл жан. Кең дала, бейлі бәр, таптаса. Қанша жасқа келсең де, сен аман бол, Қаршапа. Бүгінгі мерейтой иесі аяулы анамыз Қаршапамыздың мерейтой мерекесі құтты болсын! Asla
сахна төріне анамыздың мерейлі мерейтойына ақшарма ат тілегімен ыстық лебізін арқалап келген Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрлігі атынан министрліктің мәдениет комитетінің төрағасының орынбасары Алиев Данияр Абзалиденұлын ортаға шақырамыз. Және де Алматы қаласы мәдениет басқармасының басшысы Майлыбаев Ғали Айдарұлын ортаға шақырамыз. Армысыздар, ардақты ағайын, қадірлі қауым, құрметті де аяулы қазақ елі, шынымен де бір керемет кеште куәгер болып отырмыз. Осы қасиетті киелі шаңырақтың аяулыда анасы, ұстазы, шынымен де анау қазақ айтады, ұстазы бардың, ұстамы бар дейді. Шынымен де мен арт жағындағы әріптестеріміздің барлығының біздердің де осы өнердегі ұстазымызсыз. Бағана өте бір керемет бейнелерді көріп жатырмыз. Шынымен де өмір жолыңыз, қаншама бейнет, зейнет, жаста бейнет бер, үлкен кезде зейнет бер дейді. Міне, шынымен де осы бейнеттің арқасында осындай киелі шаңырақта осы халқымызбен мерейлі жасты төлеп отырса бай. Осы дәл осы сәтті пайдалана отырып, Қазақстан Республикасы мәдениет және спорт министрі Дәурен Әскербекұлы үлкен ықыласты сәлемін сізге жеткізді. Шынымен де осындай Алматы деген алып шаһар, еліміздің мәдени ордасы, киелі ордасы, оның ішінде қуыршақ театры, осы елімізде ойып тұрып орын алатын киелі қара шаңырақ деп айтамыз. Міне, шынымен де 55 жыл осындай сахнада тапжылмай қызмет ету, елге қызмет ету, ол үлкен кез-келген адамның басына бұйыра бермейтін бақ. Бағыңыз еселене берсін. Жақсылықтың жаршысы болып, аман есен осы елдің ортасында жүре беріңіз. Мына енді әр өнердің ұстазы бар дейді. Өздеріңізбен енді қалай дегенмен де біздің аяулы ағамыз мына Тұмаға отырып, Тұңғышбай ағамыз осы қаншама киелі сахнаның осы өнер деген кеңістікте өздеріңіз үзеңгілес болып қазақ еліне қызмет етіп жатсыздар. Алла абырой берсін, дендеріңіз сау болсын, шапқылап осы жүре беріңіздер. Біз сіздермен мақтанамыз. Абай, сізді мақтамаймыз, мақтанамыз дейді. Рұқсат болса, сонау өзіме енді мына сахна өте ыстық. Шынымен де мен Ғани Айдарұлы осы Алматы қаласы мәдениет басқармасында осы кісінің орынбасары болып қызмет етіп, бүгін енді осы кісіден алдында сөйлеп отырмыз. Шынымен енді үлкен алғыс білдіреміз. Қазір енді мынау Алатаудың етегіне, өзінің әсем қалам Алматыға, ерке есілдің жағасына Астанадан келіп жатырмыз. Сондықтан да барлықтарыңызға Астананың ықыласты сәлемін қабыл алыңыздар. Осындай сахнада сіздерге құтты болсын айту маған үлкен мәртебе. Рұқсат болса жеткізейін. Аманат бізге. Құрметті Сәбила Меңдіғалиқызы, сізді 75 жас мерейлі мерекеңізбен шын жүректен құттықтаймын. Сіз мемлекеттік қуыршақ театрында жарты ғасырдан аса уақыт өнер жолын өнегелі өткеріп, 300-ден астам рөлдерді сомдап, қазақ театр өнерінің көркейтуде сүбелі үлес қосып келесіз. Қажыр қайратыңыз арқасында абырой биігінен көтеріп, ұрпағыңызға үлгі болар, абзал жан ардақты ұстаз ретінде өзіңізді таныта білдіңіз. Игілік жолында жасаған жұмысыңызға толағай табыс тілейміз. Еңбегіңіз табысты болсын. Сізге зор денсаулық, отбасыңызға амандық, деніңізге саулық, бақ береке тілеймін. Құрметпен Қазақстан Республикасы мәдениет және спорт министрі Дәурен Абаев.
апайым. Бүгін енді маған үлкен жүктеліп отыр. Алматы қаласы әкімінің отырып сізге деген ыстық лебізін аманатын жеткізу бағы бұйырған екен. Оқып беруге рұқсат етіңіз. Құрметті Сәмила Ендіғалиқызы, сізді өміріңіздің елеулі белесі 75 жасқа толу мерейтойыңызбен, сахнада жүргеніңізге 55 жыл толуымен және еңбек жолыңызға арналған сахна саңлағы Сәмила Әбдіуова атты кітаптың жарық көруімен шын жүректен құттықтаймын. Жұртшылық өзіңізді өмірі мен өнерін мәдениеттің майталманы ретінде, Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі ретінде қадір тұтады. Сіз Қуыршақ театрының өнер саласында елеулі табыстарға қол жеткізіп, таланты мен көрерменнің көзайымына айналған сахна шеберісіз. Өнерге деген қызығушылығыңыздың жетелеп, әсем Алматыға келген сіз белгілі сахна қайраткерлерінен дәріс алып, Қуыршақ театрының еңбек жолын бастадыңыз. Талантты аға буын өнер қайраткерлерімен тәлім алып, театрдың іргесін берік қылу жолында қажырлы еңбек еттіңіз. Осынау өнер ордасында қайталанбас бейнелеріңізбенен ұлттық мәдениетіміздің өркендеуіне айтарлықтай зор үлес қостыңыз. Бүгінде сіз театрдың ардагерісіз. Еңбек жолыңызда 200-ден астам қуыршақ кейіпкерлеріне жан бітіріп, сахна төрінде абыройлы қызмет көрсетіп келесіз. Көптеген ерекше формасы бар қазақтың әрі күрделі кейіпкерлердің ұлттық өнеріміздің қымбат қазынасына айналдыра білдіңіз. Алдағы уақытта да өнеріңізбен көрермен көңіліне нұр құйып, жүректерін ізгілікке бөлей беріңіз. Мерейлі белесіңіз тағы да құтты болсын. Деніңізге саулық, ұзақ ғұмыр, ісіңізге береке тілейміз. Ізгі ниетпен Алматы қаласының әкімі Ерболат Досаев. Азынаулап сізге жапқан шапанымыз. Өзімне де бір-екі ауыз сөз қосайын. Құрметті жиналған қауым, әрине бүгін өте бір керемет күн болып отыр. Маған айттым ғой, бұл театрдың қазіргі аяқ алысы өте жақсы. Өйткені соңғы 2 жылда 14 фестивальға қатысу, оның 12-сі шет мемлекеттер мен басқа қалаларда, бұл үлкен жетістік деп білемін. Және тек қана Қазақстан ғана емес, әлемді мойындату өзіңіздің берген, тәрбиелеген шәкірттеріңіздің бүгінгі еңбегі. Жаңа көз алдымызға жас та келді, қуаныш та келді. Оның барлығы тектен тек емес. Сізге деген шынайы махаббатымыз, шынайы ықыласымыз деп білемін. Және Мысыр елінде мынандай бір үлкен бір философиялық ұғым бар екен, бұрын болған екенді. Соны айта кетсем, адамнан Құдай сұрайды дейді, уақыты келген кезде. Сен бақытты болдың ба деп. Әрине, көбісі деп жауап береді. Содан кейін сұрайды екен, сенің өмір сүргенің елге бақыт, қуаныш әкелді ма деп. Қарап отырсаңыз, енді қарап отырсаңыз, апай, сіз қай философияны алып қарасақ та өте бақытты әрі сауапты іс жасап жатырсыз. Қаншама ұрпақ тәрбиелеп жатырсыз. Жаңа сіздің сол сомдаған рөлдеріңізді көрген әрбір бүлдіршін бүгін елге қалтқысыз қызмет етіп жатыр. Жастары өсіп, елге еңбекке жарамды азамат болып жатыр. Олардың жүрегіне ұялатқан сіздердің өнерлеріңіз, ол бір отбасын, бір елдің тұтқасын ұстайтын азаматтарды көптеп тәрбиелеп жатқанын біз жақсы білеміз. Және осы жолда сізге күн жетпес ғұмыр тілейміз. Аман болыңыз. Әрқашан сіздің жақсылығыңызға, қуанышыңызға кемді жазсын. Аман болыңыздар. Сахна төрінде Қазақстанның халық әртісі,
Қазақстан мемлекеттік сыйлығының лауреаты, театр қайраткерлер одағының төрағасы Жаманқұлов Тұңғышбай Қадырұлын шақырамыз. айналайын келін жан жалаң бастырма деген, сондықтан қайнағамыз сондай жақсы көреді. Орамал киіп сәлемімді беремін. Қолым тисе ұлда. Қадірлі ағайын, міне қасиетті сахнаға осында тұрған менің әріптес қарындастарымның інілерім және Қазақстанды жайлаған 60-тан астам театрдағы осы тақылеттес әріптестердің атынан мына киелі, құдіретті балалардың жүрегіне ертегі сыйлайтын, қуаныш сыйлайтын театрдың есепсіз еңбек етіп жүрген, ессіз сүйетін бауырлардың алдында және бүгін 75 келіп жатқан келіннің алдында өнер жолы оққанға қиын. Мына шекарадан былай қарай, мына қасиет сахнада қаншама өнерге есепсіз берілген өнерпаздардың тері төгіліп, ұлтына еңбек етіп, марапатқа ие болып, қошеметке ие болып, тоқал шапалақтың астында, құшақ-құшақ гүлдердің астында қалу оңайынан оңай емес. Қазақстан театр қайраткерлер одағының 2,5 мыңнан астам мүшелері бар. 60-тан астам театрда әрқайсысында осы Қарашаш сияқты ұлы өнерге қызмет еткен, есепсіз қызмет еткен, ақырын жүріп анық басқан, еш міндет қылмаған, бірақ сол арқылы өнерін құдірет тұтқан қаншама әріптестеріміз, іні қарындастарымыз бар. Әр театрда осы Қарлығаш сияқты ұжымына өлшеусіз қадір артқан актерлар мен актрисалар бар. Қазақстан театр қайраткерлер одағы былтырдан бері әр театрда тек қана бір өнерпазға қазақ өнеріне сіңірген еңбек үшін дара деген медальді шығарып еді. Сол медальдің тағы бір данасын бүгін Қарашашқа табыстауға рұқсат етіңіз. Сіздің кеудеңізге қалай тағам? Қазақстан театр қайраткерлер одағының жауапты хатшысы Рабиға тақсын. Кейде кейбір ресми түрде әртүрлі жағдайлармен қиын қыстау жолдармен келген орден медальдарды артық, өйткені біз өз тарапымыздан өнерпаздардың атынан сізді дара деп есептедік. Соған сіз лайықсыз, дара бола жүріңіз, 100-ге келгенше маған сәлем қылыңыз. Келесі кезекте Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ ұлттық драма театрының директоры Жуасбек Еркін Тілеуқұлұлын ортаға шақырамыз.
жалғыз шапқан төлеген сияқты жалғыз келіп едім, бүгін осы бір театрдың қызметкері. Мен қалатын алайыншы. Берсе ана мен келіншегіммен. Қайтадан шығайық. Тұңғышбайғадан кейін микрофон өзі ойлап кетеді. Тұрықшы. Бүгін театрдың мерекесі, актердің мерекесі, қазақтар әртістер жатады. Мен осы актер, әртіс туралы кішкене бір пікірімді айтайын деп едім. Әртістің де түрі көп қой енді, мысалға не айтып жатқан ешкім түсінбейтін опера театрының әртісі болады мысалға. Қышқырған дауыстар, не бір ноталарды алады. Не болмаса, адам аузын ашып қарап отыратын цирктің әртістері болады. Аспанда айналып жүреді. Не болмаса, 60-қа келсе де 18-дегі қыз жібек тойнап жүретін драманың әртістері болады. Бәрі шеберлер болуы бек мүмкін. Ал енді мен Қуыршақ театрының әртістерімін, алдарында тұрды бәрі. Соларға қарағанда әулие деп есептейді. Неге? Неге олар? Әулие деген кім? Біреу ауырып, жүре алмай, біреу көзінің жанарын жоғалтып қойып, біреу есінен айырылып, не еш жерде оқымаған, ешқандай медициналық білім жоқ, біреуге әкелген кезде, ол соған үшкіріп, түшкіріп, Құранын оқып, зікірін салып, әйтеуір адам тұрғыз жібереді жаңағы. Соқырға жанар беріп жібереді. Қимылдамаған адам жүріп кетеді. Әрине бұның ар жағында адамның сенім жатыр, бірақ сондай бір адамдарды ойбай бұдан бәленше әулие, түгіленше әулие деп жатады. Мысалға осы театрдың ар жағына барсақ, сандықта, тағы бір жерде қисайы, бөлініп салынып қуыршақтар жатыр. Ал енді сол қуыршақ шебер актердің қолына келген кезде Майкл Джексон. Сен оны жылжытып жатқан актерге қарамайсың, анау қуыршақтың әрбір қимылы, көзқарасы жанды қуыршақ деген ұғымға ауысады. Яғни қуыршаққа жан бітеді. Жан бітіру әулиенің шаруасы. Міне Қуыршақ театрының актрисасы осындай. Соның басында, соның төрінде, төбесінде менің қараша шапам тұр. Досым, ұстазым, осы театрды жалпы Қуыршақ ұғымын зерттеуде менің тәлімгерім. Қаншама жылдар бірге келе жатырмыз. Прическасы, шашының светі қанша өзгерсе де, жүрегі, саған деген сыйластығы өзгермейтін қадірлі қараша шапам. Рахмет. Мен сізді қазақ сахна өнерінің қара шаңырағы, бесігі, Мұхтар Әуезов атындағы ұлттық драма театрының ұжымының атынан бүгінгі тамаша күніңізбен құттықтауға келдім. Әрине, министрдің әкімдігіндей шапан әкелмеген шығармыз. Енді олардан кішірек болуымыз керек қой, әр нәрседе субординация бар. Сондықтан біздің театрдың да мынаның ішінде жазылған әдеме тілегі, өзім қол қойып неше. Осы кештен кейін шаршағаныңыз басылғанда оқып рахаттанарсыз. Мен енді әкімдермен жарыс болып оқымай-ақ қояйын. Сізді шын жүрегіңізбен құттықтаймыз. Әлі де жүз жасаңыз. Сіз бар, жаңағы өзі бір қуыршақты ойнату үшін 15 әртіс жүреді. Біреуі мұрны қимылдатады, біреуі мұрты қимылдатады. Сіз барған жерде ең негізі көз жанары жарқырап жан бітетін қуыршақтарыңыз аман болсын. Соны көретін бүлдіршін көрерменіңіз аман болсын. Театр басшылығына, әріптестеріме мыңдап рахмет. Бүгінгі тойдың қисыны, бүгінгі тойдың мәресі, мәртебесі өте биік. Үлкендерді сыйлайық, аман болсын аға апаларымыз. Рахмет базар.
кезекте жергілікті руханият кәсіподағы қоғамдық бірлестігінің төрағасы Омаров Исламбек Адишұлын ортаға шақырамыз. Қошеметтеріңіз болсын. Үлкен мерейтой Сәбила апайымыздың үлкен тойы құтты болсын. Рахмет. Ал енді мынау менің алдымда мынау елдің азаматтары, халықтың азаматтары өздерінің жақсы тілектерін айтты. Тілектер орнына алсын. Мен де мынау өзімнің алып келген мынау адрестік хатымызды оқып беруге рұқсат етіңіздер. Алтын өзім бар ма? Құрметті Сәбила Еңгіғалиқызы, 75 жасқа толған мерейтойыңыз құтты болсын. Жаңа айтып кеткендей, сіз жарты ғасырдан астам уақыт театр сахнасында қазіргі еңбек етіп келесіз. Үлкен өнер майталманыз, елімізге танымал әдебиет саласының қайраткері, қазақ сср-ның еңбек сіңірген артисі, сахнагер 2018 сыйлығының сахналық ғұмыр номинациясының иегері, елімізге талантымен танылған театр тарланы аяулы актриса екендігіңізді жақсы білеміз. Қазақстан театр қайраткерлері одағының мүшесі, өнер ордасының ардагері, талай жастарға үлгі өнеге көрсеткен тәлімгерлеріңіз біз үшін үлкен мақтаныш және зор қуаныш. Осынау өнегелі өміріңізде 200-ден астам, егер дұрыс жазылмаса кешірім сұраймын, жаңа 300-ден деп айтты. Мен бірақ ақпараттан алдым. Қуыршақ кейіпкерлеріне жан бітіріп, сахна төрінде 25 жылдан аса өнер көрсетуіңіз. Қуыршақ театрда жалпы қазақ өнеріне қосқан үлесіңіз деп бағалаймыз. Сіздің сахнада сомдаған кейіпкер тұлғаларыңыз жасөспірімдердің есінде мәңгі қалып, ата-аналар мен көрермендердің ыстық ықыласына бөленіп сүйікті артисіне айналдыңыз. Киелі сахнадағы сүбелі еңбектеріңіз ел жұртымызға, ел жастарға кішкентай бүлдіршіндерге арналған адал абыройлы қызметіңіз екені ақиқат. Еселі еңбегіңіз жемісі мен жетістіктерін ескере отырып, сізді кәсіподаққа еңбегі сіңірген қайраткер атағы медальмен марапаттауды ұйғардық. Соны сізге тапсыруға рұқсат баянды бақыт, шығармашылық табыс, әулеттеріңізге ырыс береке тілеймін. Еңбегіңіздің жемісін ұзағынан көре беріңіз. Рахмет. Кәсіпкерлер бұл қазіргі мынау статистика бойынша орта жас. Қазір 75 жас. Сізге әлі 25 жыл минимум. Қызға толғанда анау Дінмұхаммед Қолайым адамыз айтқандай, сол кезде пікірлесіп ақылдасамыз. Жаңағы Тұңғышбай ағамыз айтқандай, сіздің омырауыңызға табылма. Атырау облысының әкімі Шапкенов Серік Жамбылұлының атынан
Атырау облысы Махамбет ауданындағы академиялық қазақ драма театры басшысының міндетін атқарушы Нұргүл Құмарқызын қарсы алыңыздар. Canım solay nalay hiç bitmesiyim. Бүгін баршаларыңызға құрметті бүгінгі кештің қонақтары, бүгін таңда Алматыға келіп кішкене сырқаттанып қалып жатырмыз. Даусымызда кішкене байқап тұрған шығарсыздар, айнытпеңіздер. Бірақ бір-екі ауыз сөз айтпасқа болмады. Біз Атырау облысы Махамбет атындағы академиялық қазақ драма театрынан келіп тұрмыз. Елдің аманатын арқалап, қасында театрымыздың бас режиссері Жанат Бақытұлы бар. Сәбила апаны шыны керек маған шақыру билет келгеніңізде мен сіздің Сәбила есіміңіз Сәбила екенін сол кезде ғана білдім. Сіз мен үшін Қарашаш апайсыз. Өйткені осыдан 20 жыл бұрын 2002 жылы мен Қарашаш апайдың үйінде Жаурокова көшесінде үйде сіздің үйіңізде тұрғанмын. Білесіз, есіңізде шығар. Сізді жаңа көрген кезде шыны керек мен таңғалып қалдым. Қалайша бұл Сәбила апай бұл деген Қарашаш апай еді ғой мен үшін деп. Бүгінгі мерейлі жасыңыз құтты болсын. Шын жүректен құттықтаймыз. Енді елдің атынан алып келген, облыс әкімінің атынан келген алғыс хат табыс етуге рұқсат етіңіздер. Оны сізге театрымыздың бас режиссері оқып берсе. Бүгінгі театр мерекесі, бүгінгі Сәбила Ибрагимқызы сізге Атырау елінің атынан, Ардагер Жайықтың атынан, және де өңір басшысы Жамбыл Шапилов атынан ыстық сәлемдерін жолдауға рұқсат етіңіз. Құрметті Сәбила Ибрагимқызы, сізді келіп жеткен жарқын жасыңызбен және қос бестіктен бейнеленген киелі қазақ сахна төріндегі шығармашылығыңызбен барша жерлестеріміздің атынан шын жүректен құттықтаймыз. Қасиетті ұлттық театр өнерінің сіздің саналы өміріңіздің ажырамас бөлшегіне айналғаны сөзсіз ақиқат. Осыдан атты 55 жыл бұрын Махамбет атындағы қазақ драма театрының табалдырығынан имене атылған балауса балғын шағыңыздан бастап бүгінгі қазақ қуыршақ театр өнерінің анасы деген мәртебелі атаққа дейін абыройлы жолмен жүріп келесіз. Ұлы Ғабит Мүсірепов үлкен таза өнердің үлкен мінезі болуға керек деп өсиет еткен екен. Сол айтқандай, сіздің барлық табыстарыңыздың бастауында асыл халқымыздың талай тамаша ізгі қасиеті жатыр. Содан болса керек, театр балалардың мәдени мектебі деген қағиданы берік ұстана отырып, сіз жалпы жас ұрпақтың ата-бабамыздың салт-дәстүріне адал болып өсуі жолындасыз. Өнер көгіндегі жұлдызды сәттеріңізбен қоса, бұл дегеніңіз нағыз қайраткерліктің өзі. Артыңыздан дарындар шәкірттер шоғырын ерткен ұстаздық ұлағатыңыз өз алдына бір бөлек не. Өнердің аспанында, өнердің асқарында талықтай беріңіз. Атырау облысының әкімі Серік Жамбулұлы Шәпенов және де жерлестеріңіз ықпалында. Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері Ғабит Мүсірепов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық балалар мен жасөспірімдер театрының директоры Есенәлиев Талғат Қамқабайұлын шақырамыз. Өнерсүйер қауым, құрметті әріптестер, құрметті менің Қарашаш апам. Сіз туралы көп айтылып жатыр, видеодан көрсетіп жатыр. Сіздің ең бірінші қасиетіңіз сіз анасыз. Дәл осы артта тұрған әріптестеріңіздің бәрін сахнаға аялап шығарып, әр қадамына көмек жасап, жаңа айтылып жатыр ғой, 200-300 рөлді. Сіздікі 200-300 емес 3000 рөлге татарлықтай жасайсыз.
Өйткені әріптестеріңізді дайындап шығарып, осылардың шығарған рөлінің әрқайсысының авторы сізсіз. Сондықтан жақсы тілек, ниет айтылып жатыр. Бүгін өнер тойы. Өнер тойының ішінде жаңа Еркін ағам айтпақшы, Қуыршақ театрының жөні де, жобасы да бөлек театр. Мен енді 5,5 жыл осы театрда қызмет жасадым. Сондықтан мен жақсы білем Қуыршақ театрының әртістерінің атқаратын тірлігін. Драма театрда күніне бір спектакль ойнатылып жатса, бұл театрда күніне 10-15 спектакльге дейін ойнатылады. Яғни айына 60-70 спектакль ойнайтын Қазақстандағы жалғыз театр. Сыйлау да, құрметтеу де, бағалау да артықтылмайды. Бүгін Мәдениет министрлігінен, қала әкімшілігінен келіп, сіздің еңбегіңізді бағалап жатқанына үлкен алғыс айтамын. Және апа аман болыңыз, қашанда да еліңіз сау болсын. Құдай қаласа 100 жылдық тойыңызда басқосуға жассын. Уақытыңызды алмайын, Ғабит Мүсірепов атындағы академиялық драма театрының ұжымының атынан толыққан құттықтау хат сізге және енді апам шапан киіп жатсыз ғой, толыққанды конвертіңіз бәрі берілді, сондықтан ақшалай. Үлкен рахмет, қошеметтеріңіз болсын. Келесі кезекте нағыз әріптестеріңізді шақырғыңыз келеді, яғни Қазақстанның қуыршақ театрларының өкілдерін шақырғыңыз келеді. Ал Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, Ақтөбе облыстық Алақай қуыршақ театрының директоры Құрманалина Асия Тәжібекқызын ортаға шақырамыз. Және Маңғыстау облыстық қуыршақ театрының директоры, Қазақстан Республикасының мәдениет саласының үздігі Атакеева Фарида Момбекқызы. Және Шымкент қалалық қуыршақ және жасөспірімдер театрының директоры, Қазақстан Республикасының мәдениет саласының үздігі Алтаев Самат Тұрсынбекұлы. Және Астана қаласы әкімдігінің қуыршақ театрының директоры Хасанғалиева Тоқшан Ескендірқызының атынан артист Бейсенбаев Досымхан Бейсенбайұлын ортаға шақырамыз. Вообще, знаете, это большое счастье найти свою дорогу, которая начинается с какого-то слова, с какого-то впечатления, с какого-то момента в этой жизни. И как Шажапа, это очень счастливый человек, который нашла эту дорогу, этот путь в своей жизни, который как бы результатом сейчас сегодняшний вечер. Это красивая дорога в творчестве. И в этом ее счастье. Она очень молодая, она светлая театра. Ну, қалай Бупи Булмай в окружении таких замечательных актеров, очень молодые, талантливые, красивые, прекрасные актеры, я их всех замечательным образом знаю. И как ей не оставаться молодой? Конечно, она будет молодой. Примером для нас, такой энергичной, позитивной, красивой, в общем, очень даже интересной девушкой. Я очень рада приехать сюда, поздравить ее с этим юбилеем. Ну и как художник, который делает тоже кукол, преподает такую. Қарт Каспий теңізінің жағасындағы 362 әулиесі бар киелі мекен Маңғыстау Маңғыстаудағы Маңғыстау облыстық қуыршақ театры ұжымының ыстық ықыласын, ақжарма тілегін алып келдім. Бүгінгі мерейтойыңыз құтты болсын. Сізді енді осы Қазақстандағы қуыршақ өнерінің ханшайымы деп айта аламын.
Сонау жаңа еске түсіріп жатырмыз ғой фоторокаменен бүгінгі күнгі қуыршақ әлемін жалғастырып келе жатқан сізге алғысымыз шексіз. Асыл анасыз, әдемі әжесіз, осы жастарға үлгі болып, осы мемлекеттік театрдың алып бәйтерегі болып, ұзақ жылдар отыра беріңіз. Рахмет. Енді бүгінгі осы әдемі мерейтойды, осы шараны ұйымдастырып жатқан театр басшылығына, мынау театр ұжымына, актерлар сіздерге барлығыңызға басын иемін. Қандай керемет кеш. Ал енді мынау Маңғыстаудан боталы түйеміз бар. Ассаламу алейкум рахметуллахи ва баракат. Барымызды! Зың-зың сәлем Шымкенттен! Алаштың баласына, қазақтың даласына, азаттық сыйлаған Алматыға, күллі түркіге тұрақ болған Тұран Түркістан мен сансыз баптардың бабы Арыстанбаптың жерінен Ұлы Жібек жолына шымырлы Шымкент болған 2200 тарихы бар, 1,5 миллион халқы бар. Шымкенттің сәлемін қабыл ал! Бүгінгі ұлы той баршаңызға қайырлы болсын. Бүйірде жатқан Сайрам мен Шымкенттен жолымызды салмасақ, ұят болады деп, барымызды күндердің күнінде керек болады деп, современный тілді айтқанда тапқан табысымызды Шымкентский сатып алып, газетімізге салып беріп. Мынау тұрған көп кітаптың ішіне Абайдан кейін айтылған сөздерді сатып алып жазып беріп. Оны оқып беру уақыт алмайды деп, түйені түгімен жұтқан заманда, анау Маңғыстау түйемен құлын әкелсе, ол бала ғой емес қой, қыз бала деп биесін әкелді. Ол бие болғанда да анау бие емес, байтал болса да бәйге алатын бие. Биенің құры сойылып, қалын көтісіп қалмасын. Тойыңызға жаратылсын. Сондықтан, құрметті алматылықтар, той құтты болсын. Осы тойды жасаған үшін Алматыға мен Шымкенттің халқынан бөлек драма театрларға әкем театр әуезов болса, 7 ғана қуыршақ театрға атам болған қуыршақ театрының директоры Алматыға алғыс айтамын. Бұл кісінің кеше туылған күні болған еді. Бұл кісі осы тойды өткіземін, қонақтарды күтемін, жерге қарап қалмайын деп шаршап жүрді ғой, тербеп жүрді ғой. Сонда да туған күнде тербеген тері сүртіп жүрсін деп мынау сыйлықты Сондықтан Сабит апа, Құдай қаласа Шымкенттің қуыршақ және жасөспірімдер театры келесі жылы 40 жылға тойлық болады. 40 жылдық тойда Сабит апам бастап келсін деген ниетпен отырмын. Рахмет. Басын мені бастап бердім, алмады. Басқа жерде ашып жоқтан келмей қалмайды. Алып бер қалайды. Құдай қаласа тағы бір айтылатын мәселе, біздің осында Данияр мырза отыр, президентіміздің өзі айтты, Қазақстан халқы әртісі деген атақты қайтару керек деп. Оны қайтару керек. Неге? Өйткені, мына біз қараңызшы, тұрған адамдар халық әртістен артық қой. Біреудің атақ жоқ қой. Ол атақты кім береді? Еткен еңбегіне береді. Еңбек етілді ма? Етілді. Бір күнде 16 спектакль ойналды ма? Ойналды.
Ойналды. Ойналды ма? Ойналды. Сөз жоқ болмады. Сондықтан халық әртісі атаға қайтарылуы керек. Неге? Біз 17 мыңнан кейін есінейді киносын жақсы білеміз. Главный рөліға тегімді жақсы білеміз. Бірақ соның арасында, соның ойы мен мұңын дыбыстап тұрған әртісін ешқайсымыз білмейміз. Дәл сол деген сияқты біздің еңбегімізді за ширмой стаканға қалып кеткен қуыршақ театрларының әртісіне халық әртісі берілу керек. Ол халық әртісі қуыршақ Шымкенттен басталу керек. Сондықтан Самир апай, тойыңыз құтты болсын, ұзағынан болсын. Біздің шырайлы Шымкент тек қана сөздің, істің ғана емес, тірліктің, тіршіліктің, тыныстың, демалыстың ортасы. Сондықтан біздің тамыры терең еткен шырайлы Шымкентке қонаққа шақырамыз. Той баршаңызға құтты болсын, аяқ болса ырза болсын. Сондықтан келесі жылғы қуыршақ театрының 40 жылдығының халық әртісі құтты болсын. Мәдениет саласының үздігі Бейсенбаев Досымхан Бейсенбайұлы. Қайырлы кеш баршаңызға. Осы театрда Ол қанатта директорлардың бәрі тұрды ғой. Мен әртіс болғаннан кейін сол қанатқа шығып тұрмын өзім. Ол кісілерде негізі өнер адамдары ғой енді, директор деген лауазымы бар, енді ренжімеңіздер. Мынау енді аса қадірлі, аса құрметті өнер ордасы Алматы қаласында бүгін үлкен мерейтой. Қадірлі Қарашықпа. Мынау енді театр ұжымы атынан, яғни Ескендірова, Тоғжан Ескендірованың атынан құттықтау хат, үйге орнағанда оқисыз. Сөздері керемет, бұны ұстап қойыңыз. Мынау театр ұжымының атынан сіздің шеше балай. Мынау енді театр ұжымының атынан тағы да сіздің иығыңызда бір шапан жауыз бақшат етіңіз. Бірі Мұржан, бірі Толғанай деп айтқым келіп тұр. Өйткені енді қазіргі таңда 55 жыл, 56 жыл, 57 жыл істеп жатқан қазақ қуыршақ өнерінде екі адам бар. Оның бірі Астанадағы қуыршақ театрының көркемдік жетекшісі, профессор, Қазақстан еңбек сіңірген әртісі Ешмұратова Құралай Қарекетқызы. Мұржан болса, сіз өштердегі осы театрдағы, тек қана осы театр емес, қазақ қуыршақ өнерінің балаларын тәрбиелеп жүрген Толғанайсыз. Сондықтан да енді Құралай апамның атынан арнайы өзінің сізге бірің алтын, бірің күміссің ғой. Сондықтан сізге күмістей жатқан үшінде күміс білегізін беріп жіберді. Бүгінгі мерейтойыңыз құтты болсын. Астана қаласы әкімдігі қуыршақ театрының ұжымының атынан, көркемдік жетекші басшылықтың атынан сізге, өз отбасының атынан сізге үлкен зор денсаулық тілеймін. Театр әкімшілігіне мыңда бір рахмет, анаге сізге рахмет, Алла разы болсын. Үлкенді сыйлап, осындай ұлан асыр той жасап берген сізге мыңда бір рахмет. Өшіре отырған басшылықтың құлағына алтын сырға. Мынау өнер адамдарды театрдан шығаруға болмайды. Біз өліп қаламыз. Құлақтарыңыз алтын сырға. 63-ге келіп пенсияға бар, кете айтпаңдар. Біз өліп қаламыз, біз сахна болмаса өлеміз. Өлмейді жүргендер бар Тұңғышбай аға, сол үшін айтып жатырмын. 63-ге келіп пенсияға кетіп те қуып жүргендер. Қайта солардың жастарға сабақ беріп деп алып қалыңдар. Ондай адам санаулақ қана. Сондықтан да басшылықтың құлағына алтын сырға. Пенсияға шықтың, жасым келді, кет, құр деп қумаңдар, олар өліп қалады театр болмаса, сондықтан да алып қалыңдар. Түсінікті ғой, енді аман болыңыз. Қалған тосты, баяғы пар қаралайтын
үйіміз жоқ кезде, күйіміз жоқ кезде, бүткіліміз бар, жаратмадағы сіздің үйге қонатын кешке айтып беремін. Ең бірінші тырнақ алысын осы театрдан бастаған. Менің қол астымда білетінсің, Стоп десейші. Стоп. Мынау сахна менің туған сахнам. Рахмет үлкен. Анамыздың мерекесі құтты болсын деп тағы да қошеметтеріңіз болса. Құрметті қонақтар, енді тағы да осындай керемет мерекелік кештерде кездескенше қош сау болыңыздар. Менен сұрайды ғой, бақыттысың ба дейді. Мен әрине бақыттымын. Бақытты болғанда осы сахнада үлкен жас болса да бастықтар келіп маған саулық беріп жатыр. Ал енді өз ұжымнан бастасам, Алмат Армангелдиевичтен бастағым келеді. Осы той, мысалы, осы айтпаса мен тойлар едім. Және де кітабымның тұсауын ашқан кішкентай ғана қызымыз Гүлім Көпбай қызына рахмет айтқым келеді. Оның қасындағы Мәдинаға рахмет айтқым келеді. Ал енді тағы да рахмет айтатыным, біздің мына сыртта Медеу ауданының әкіміне рахмет айтқым келеді. 2 этажды зәулім үй салып тұр. Енді бір-үшінде кіретін шығармыз, ошақтар сонда бар, кішкене жайланып тұрып, ілініп тұратын шығар. Және де айтатыным, мына біздің қала әкіміне келді қарады да, мына двордың жағына детский площадка істеп берді. Әрине мен бақыттымын. Мынандай ұжымда осындай жас балдардың арасында енді айтады ғой, үлкен адам, апам дейді, әжем дейді, соның сөзіне мен марқайып тұрып қаламын. Сондықтан барлықтарына мен рахмет айтқым келеді. Өзімнің Атырау жерінен келіп отыр. Інілерім, жиендерім, бәріне де рахмет айтқым келеді. Сондықтан аман болыңыздар, сау болыңыздар. Ал келген театрларға тілейтінім, сіздерде де осындай той болсын деген келеді. Жұғысты болсын. Көп рахмет.